Баршаңызға сәлем. Бүгін 2 сынып қазақ тілі 73-ші сабақ. Егер видео ұнаса соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Түбір мен қосымша. Біз бұл тақырыптан түбір мен қосымшаны ажырата аламыз. Және де мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастыратын боламыз. 36-шы жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Менің інім компьютерге әуестеніп алды. Достарымен футбол ойнауды қойды. Мен інім үшін қатты алаңдадым. Өйткені компьютерде үнемі ойнау зиянды. Інімді далада ойнатудың бір амалын таптым. Екеуміз далаға шығып спортпен айналысамыз. Енді ол компьютерге емес даладағы ойындарға қызыға бастады. Қазір біз ауладағы балаларды жинап футбол командасын құрдық. Інім сол команданың капитаны болып сайланды. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Інісі неге әуес болды? Екеуі далаға шығып не істейді? Ауладағы балалар қандай команда құрды? Мәтінге қандай ат қоюға болады? Мәтінге пайдалы ойындар деп ат қоюға болады. Келесі 37-ші жаттығу. Суреттегілерге қосымша жалғап, екінші бағандағы сөздермен байланыстырып жаз. Шанамен сырғана, парашютпен секір, суға шомыл, волейбол ойна. Осылай дәптерге қатесіз әдемілеп жазып аламыз. Келесі 38-ші жаттығу. Жаңылтпашты жатқа жаз. Дойбышыны дойбышы ұтты, ұтқан ұтып, ұтылған ұтылып, ойын бітті. Арамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Мұнда бізде дойбышыны дойбышы деген екі сөз қарамен жазылған. Енді осылардың түбірлерін және қосымшаларын табайық. Дойбышыны деген сөзге түбірі дойбы, шы және ны деген қосымшалар. Ал дойбышы деген сөзде түбірі дойбы, шы деген қосымша.
келесі шығармашылық үзіліс 39-шы жаттығу ойлан тап. Жүгіру жарысынан Әнуар, Мағжан, Талғат 3 орын алды. Мағжан 2 орын алмаса, Әнуар 1 орын алмаса, ал Талғат 3 орын алмаса, кім қандай орын алады? Мағжан 1 орын алады, Талғат 2 орын, Әнуар 3 орын алады. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Егер де видео ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Сонымен қатар сұрақтар туындап, түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жазып сұрай берсеңіздер болады. Мен міндетті түрде барлықтарыңызға жауап беремін.